Тықыр түлкі мен қу қоян. Ертеде бір үлкен орманның шетінде тықыр түлкі өмір сүріпті. Бұл түлкі басқалардан ерекшеленіп, жүні түгел төгіліп, терісі жылтырап тұратын болған екен. Сол үшін орман аңдары оны тықыр түлкі деп атап кетіпті. Бірақ тықыр болғанына қарамастан, түлкі өте айлакер, әрі қулығымен танымал болған екен. Бір күні тықыр түлкі тамақ іздеп жүріп, бір алаңқайда қоянды кездестіріп қалады. Қоянжан, қоянжан, мен саған бір керемет жаңалық әкелдім. Қоян құлағын түріп тыңдап қалады. Қандай жаңалық? Деп қызыға сұрайды. Қоянжан, мен естідім. Қасқырлар осы ормандағы барлық қояндарды аулаймыз деп жүр екен. Бірақ мен сенің достық ниетім үшін сені қорғайтын жер көрсетемін. Кел, менімен бірге жүрсең, ешкім саған тиіспейді, дейді түлкі. Қоян ойланып қалады. Бірақ оның өзі де қулыққа жақын болатын. Түлкінің сөзіне сенбесе де, оның ойында не бар екенін білгісі келеді. Жарайды, түлкі апай. Бірақ жолды көрсетпес бұрын мен саған бір тәтті сыйлық дайындап берейін. Ауыл жақта тұрған қоян достарымнан жаңғақ пен сәбіз жинап қойдым. Соны саған алып келейін, сосын бірге кетеміз. Түлкінің көзі жайнап кетеді. Ол тамаша болар еді. Тез барып кел. Қоян орманға жүгіріп кетеді де, түлкіні алдаудың амалын ойластырады. Ол жақын жердегі ара ұясын тауып, оны орманнан әкеліп түлкіге береді. Түлкі апай, міне саған тәтті сыйлық, ішінде орманның ең тәтті балы бар, дейді қоян. Түлкі қуанып ара ұясын аша бергенде, ішінен ашулы аралар ұшып шығып, түлкіні шағып алады. Түлкі шыр айналып қашып кетеді. Қоян болса, шөптің арасында жатып, түлкінің қашқанын көріп, күліп алады. Қулыққа қулық, менен айла асыру оңай емес, дейді қоян өз-өзіне. Содан бері тықыр түлкі қоянды қайта алдай алмайтын болыпты. Ал қоян өзінің қулығымен орманның бәріне танымал болыпты.